Амансыздар ма оқырмандар, арнама қош келдіңіздер. Мені әрқашан қолдап, лүпіл басып, тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Күндеріңіз берекелі болсын. Баршаңызға рахмет. Тілімен адамды ренжіткендер ғибадаттары тазарта алмайды. Ешқашан мен оны жақсы танимын деп айтпауым керек екен. Әр адам жаңылыстырады. Мен қорқыппын өзгенің өсегінен, кір іздеген кіршіксіз кешегімнен. Атынан құлады деп күлген екен, күнде құлап жүргендер есегінен. Бала әкенің білек еті, ананың жүрек еті. Адамдардың сені жақсы көруін уайымдама. Себебі адамдардың жүрегі аумалы төкпелі. Бүгін жақсы көрсе, ертең жек көреді. Сондықтан уайымың адамдардың жаратушысы сені қалай жақсы көретіндігі болсын. Бауыр деген досың, бауыр деген сүйеушің, бауыр деген ақылшың, бауыр деген қорғанышың, бауыр деген сыбайласың, бауыр деген ағайының, бауыр деген 12 мүшенің бірі. Бұл өмірде бәрі уақытша. Адамдар да, заттар да, тіпті өмірдің өзі де. Сондықтан әр сәттен ләззат ала біл. Дәл қазір жаныңда жүрген адамдарды бағала. Шынайы қуануды, шынайы күлімдеуді үйрен. Бақытты өмірдің басты ережелері. Жібере біл. Кішкентай жаман заттарға бола бүкіл күніңді жаман қылма. Тыңдама. Әрбір адамның айтқан сөздеріне құлақ аспа. Өз ойларыңды қорғай біл. Уақыт бер. Өзіңе уақыт бер. Жақсы заттар ешқашан тез келмейді. Салыстырма. Өзіңді басқалармен салыстырма. Сенің басты қарсыласың тек қана кешегі өзің. Барлығы өзіңнен. Бақыт, өмірге деген сүйіспеншілік және махаббат өзіңнен басталады. Өміріңнің басқарушысы тек қана сен. Өлімнен арашалаған садақа. Әзірейіл періште жанындағы тағы бір періште екеуі қараса, бір жас жігіт мәз-мейрам болып келе жатыпты. Сонда Әзірейіл жанындағы періштеге: «Мына пенденің масайрауын қарашы, ол білмейді, ертең тура осы уақытта мен оның жанын аламын» дейді. Ертеңіне әлгі періште әлгі жігіттің аман сау жүргенін көреді. Сонда Әзірейілге: «Мына жігіт тірі жүр ғой» дегенде, Әзірейіл періште айтыпты: «Бұл жігіттің соңғы сағаты соғып ақ тұрған. Алайда мұқтаж адамға садақа беріп, жолдан өте алмай тұрған кәрі кемпірге көмектесіп еді, әлгі қайыршы мен кейуана өмір жасың ұзақ болсын деп батасын бергені. Олардың батасына күллі періштелер аумин деді. Бата Аллах тағала тарапынан қабыл етілді. Осылай бұл жігіт садақасы арқылы өмірін ұзартты. Садақа бәлені қайтарады.